сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Philipiti.net платформасы туралы айтатын боламын. Осы платформаға кіру үшін сіздер Google-ға Philipiti.net деп жазасыздар. Жазғаннан кейін бірден сіздерге осындай бет ашылады. Бұл жерде не істей аласыздар? Яғни бұл жерде әртүрлі интерактивті ойындар мен жаттығулар жасатуға болады оқушыларға. Олар мысалға карточкалар жасау, викториналар жасау, крест сөз табу, кроссворд жасау, жиналма сөздер жасау, сосын викториналық шоу жасау, кездейсоқ таңдау генераторы, кроссфилд сияқты әртүрлі тапсырмаларды қолдануға болатын бағдарлама болып саналады. Яғни сіздер осы бағдарламада осы дайын шаблондарды өзгерту арқылы өздеріңіздің сабақтарыңызға қолдансаңыздар болады. Бұл барлық пәндер үшін өте тиімді болып саналады, тегін, қолжетімді болып саналады. Мысалға, Philipiti осы жерді демоны басып, сіздер өздеріңіз оқушылардың атын жазу арқылы және де топқа бөліп солай жасауларыңызға болады. Ол үшін біз мысалға осылай да жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін сіздер мысалға осы топқа бөлетін болсаңыздар, неше командаға бөлесіздер, 2 ма, 3 па, 4 па деген сияқты. Сөйтіп адамдардың аттарын жазып, бірден топқа бөліп отырғыза қойсаңыздар болады. Және де не болмаса оқушылардан сұрағыларыңыз келсе, осыны айналдырып жіберіп, сұрақ сұрап алсаңыздар болады. Кез келген оқушымыз тоқтатып, қай оқушыға түсті, сол оқушы шығып сұраққа жауап берсе, яғни тапсырмасын қайталаған кезде кері байланысқа осы платформаны қолдансаңыздар болады. Өте пайдасы көп. Яғни сіздер демо деген жерін басу арқылы сөйтіп өздеріңіз құрастырып отырасыздар. Мысалға, мінекей, мына жерде сіздерде 1000-дік сұрақтар, 200-дік, 300-дік викториналық сұрақтар. Мысалға, осылай сіздер әрқайсысын өзгертіп, өздеріңіздің сабақтарыңызға байланыстырып реттеп отырсаңыздар болады. Әрбір қадамы осы жерде қалай жазылғаны бәрі сіздерге көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.